Сәлем достар, жақсының жақсылығын айт, нұры тассын демекші. Біз қазір міне Елтай ауылдық округіне қарасты Исаев ауылына кеп қалдық. Себебі осы жерде үлкен бір қайырымдылық шарасы болып жатыр. Қарасай ауданы маслихат хатшысы Айнабек Бауыржанның қолдауымен осы үйдің қазір газданып жатқан реті. Қазір монтаждық жұмыстар жүріп жатыр. Жергілікті осы мешіт жамағатына үлкен рахметімді айтамын. Ол кісілерде ат салысып, қанша сылау жұмыстары бар, басқасы бар. Көп көмек беріп жатыр осы отбасына. Бізде қалдықамай көмегіміз берейік дегендей оймен жаңағыдай газын тартып беріп, осы үй жылы болсын, үй берекелі болсын деген оймен соны іске асырып жатырмық осы мекенжайды. Мен Исаев ауылының осындай жалғыз басты 3 баланың анасымын. Осылай былтыр күйеуім қаңтар қырғында қайтыс болды. Жұмысқа кетіп, жұмыстан қайтып келе жатқан жерінде белгісіз жағдайда жүрегінен оқ атып, осылай қайтыс болып кетті. Сол күннен бастап әйтеуір кішкентай балаларыммен қалдым. Ол уақытта квартирада тұратынмын. Основном ауыл жамағаттары жақсы көмектесіп, осы үйімді кішкене төбесін жауып, барлық ремонтын жасап берді. Алла разы болсын. Газды кіргізіп жатқанда Айнабек Бауыржан ағамыздың қолдауын, Данияр, Алла разы болсын, осы кісілер жүгіріп, мешіттегі Жасұлан, Парат деген кісілер шырылдап қалай маған, Алла разы болсын, алғысым шексіз баршасына. Оқуда озат болсын деген оймен, бауырларын жетілдірсін деген оймен, шегіріміз көптікісте көл дегендей, әр қазағым жалғызым дегендей, бір-бірімізге көмектесіп, осындай отбасына бей-жай қалдырмауға, сол кісінің атынан кішкене бір сыйлығымыз бар еді. Телефон міне. Осы оқып, сабақтарын жақсы оқып, мамаларына көмектесіңіз, жарай ма? Телефон. Рахмет айтамыз.